Елімізде бала дәрігер тапшы. Мысалы, Алматы, Маңғыстау, Түркістан және Жетісу облысына 57 анестезиолог, реаниматолог ауадай қажет. Ал Астанада инфекционист, кардиолог, пульмонолог, нефролог, кардиохирург қат. Енді бұл мәселе түбегейлі шешіледі. Жоғары оқу орындарында кезінде жабылған педиатрия бөлімшелері қайтадан ашылады. Әріптесім Инара Барсақбаева рет-ретімен. Балалардың бағына енді педиатрия мамандығының 20 саласы резидентурада оқытылады. Бұл кардиология, кардиохирургия, анестезиолог, нейрохирургия, пульмонолог, бет жақ хирургиясы және тағы басқа бағыттар. Яғни педиатрия қызметін таңдаған түлектер осы бейінді салалар бойынша терең білім алады. Бұл шешім бейінді балалар мамандықтарының тапшылығын азайту қажеттілігіне байланысты қабылданды. Резидентураны бөлуді негізі себебі ересектер мен балалардың анатомиясы, физиологиясы, аурулардың клиникалық көрінісі, диагностика мен емдеу әдістерінің өзгешеліктері. Еліміздің әр өңірінде бала дәрігері тапшылығы бар. Мысал үшін 57 анестезиолог, реаниматолог маманы жетіспейді. Оның дені Алматы, Маңғыстау, Түркістан және Жетісу облысына тиесілі. Ал Астанада инфекционист, кардиолог, пульмонолог, нефролог, кардиохирург қат. Тәжірибелі дәрігер Лейла Дайырбаева бұл бастаманы қолдайды. 2007 жылы ересектер мен бала дәрігерін бірдей жалпылама оқыту жүйесі қабылданғанда оған үзілді-кесілді қарсы болған, себебі педиатрия қызметіне қашанда сұраныс жоғары дейді. Менің ойымша, әубастан дұрыс қабылданбаған шешім болды. Қазақстан бұл қадамға Еуропа елдерінің тәжірибесін негізге ала отырып барды. Бірақ бұл мемлекеттерде бала туу көрсеткіші төмен. Сондықтан отбасылық, яғни жалпы тәжірибелік дәрігер көп. Ал Қазақстанда көрсеткіш жоғары. Сондықтан әр шешім ғылыми, қаржылық тұрғыдан өзінің тиімділігін көрсетуі керек деп есептеймін. Жанар Батжанованың 2 ұлы бар, үлкені 15-те, кішісіне 3 ай. Медицинадағы жаңалықтарды үзбей бақылап отырады. Емханаларда белгілі бір сала бойынша педиатр тапшы екенін айтады. Ал ересектер мен нәрестелердің бір дәрігерге қаралуы дұрыс емес деп есептейді. Элементарно УЗИ сердце. Роддомнан шыққанға бізде 3 неделяден кейін УЗИге бардыңыз. Оған очередь 1 ай бұрын. Оған жоқ специалист тағы шықты, больничная кетті, аңда кетті, бала өсіп жатыр, оның өз определенный бір уақыттары бар дегендей. Также басқа специалисттер көп, ондай хирургтар, например, жақсы травматологтар аз. Жалпы дәрігер тапшы екенін тұрғындардың дені білет. Баса ауырып, балтыры сыздаған әр азамат осы мәселемен бетпе-бет келген. Терапевтке жазылу қиын, өте қиын. 1 ай бұрын жазыласын, сосын ол записынды ұмытып кетесін, есінен шығып кетеді. Өйткені жоқ дейді. Сосын жазылатын кезде звондайсың, бізге әлі айдың сонда звондаңыз дейді. Детский стоматологтар аз бізде. Балалардың қазіргі 4 жасқа дейінгі балалардың барлығында ауыздарында тіс жоқ. Былай қарап отырсаң, вот проблема балаларға. Біз қазір только нелерге жүгінеміз, частный стоматологияға. Оның бағасы деген аспанға шарқырап тұр. Ол әркімнің қалтасы көтермейді ондайды. Былтыр 400-ден аса түлек педиатрия мамандығына оқып шықты. Ал биыл хирург, онколог, гематолог, балалар тіс дәрігері бағыттары бойынша 500-ге жуық маман дайындау көзделген. Педиатр өз алдына жеке мамандық сарапшылардың пайымынша оларды жалпылама оқыту дұрыс емес. Осыдан 18 жыл бұрын қабылданған реформаның қателігін денсаулық сақтау министрлігі де мойындаған тәрізді. Енді бала дәрігерлерін бейінді салалар бойынша бөліп оқыту маман тапшылығын шешеді деп отыр. Айталық, медициналық жоғары оқу орындары осы бағытта білім беру бағдарламасын әзірлеуге дайын, ал пилоттық жоба қыркүйек айында іске аспақ. Инара Барсақбаева, Берік Нұрсәлімов, Жами Бейсенов, 7 арна.